Барлықтарыңа сәлем. Бүгінгі роуд-триптен екінші күн. Жаңа таңертең тұрып, таңғы асымызды іштік. Енді қазір екінші күнді бастаймыз. Екінші күннің жоспар бойынша біз Галуэйге барамыз, қандай? Галуэйға барамыз. Галуэй деген ол ірі қалалардың бірі, негізі Ирландиядағы. Солтүстікке жақын, Қазір біз батыс жақта жүрміз. Енді жоғары солтүстікке қарай барамыз. Солтүстікке қарай ма, оңтүстікке қарай ма? Солтүстік. Мен шындай сам географиям онша емес, мүмкін. Негізі бізде планда бірнеше жер, бірақ бүгін күнге ауа райына қарайтын болатын шығармыз, өйткені бүгін бізде күн бұлтты болып тұр, жаңбырлы, қазір кейін түсіріп көрсетеміз ғой. Сондықтан план, мне кажется, андай не болады, flexible болады, кішкене гибке. Ауа райына байланысты. Өйткені біз балалармен жүргеннен кейін бірақ бір жақсы мында Ирландияда ылғи келе жатқанда, егерде ауа райы қолайсыз болса, басқа бір нәрселерді ойластыруға болады, өйткені көп нәрсе жақын. Сондықтан да что-нибудь придумаем. Но бірақ жолда бізде көп нәрселер бар, әдемі. Мне кажется, по ходу, когда біз сол жерге жеткенде айтатын боламыз, наверное, аттарын, өйткені қазір бәрібір айтқанмен особо білмейді. Кейбіреу орындалмауы. Орындалмауы. Жалпы Ирландия бойынша саяхатты түсінгенімше көбінесе табиғатты тамашалаймыз, Мұнда особо аттракцион, мынау, сайтинг, үлкен қалалар сияқты ештеңе жоқ. Барлығы табиғи, табиғатты тамашалау. Натуральный. Көбінде сол, менің ойымша. Көбінде бұнданы, еще біз мысалы, жай жүріп шықтық, қалай? Алыстан қарап шықтық. Негізінде бұлар келіп, бір-екі күн жатып, солатып, күнделікті, үлкен хайкинг трейлдармен, жолдармен кәдімгідей 2-3 сағаттық жолға серуенге барады кәдімгідей. Біз балалармен жүргесін, балаларымыз кішкентай, біз хайкингке аса көңіл бөліп жүрген жоқпыз. Бір жерде бір күн аралап жүрміз. Енді тез максимально көріп шығу болды, мақсатымыз. Негізі балалармен жүргенде өзінің қиыншылықтары бар. Мысалы, Қазақстанда жол ұзақ болса, біз ол қиынырақ, мне кажется. Бірақ мұнда жолдары қалай еді? Бұл серпантин секілді да. Содан кейін ерілген. Сондықтан кішкентай балаларға кішкене ыңғайсыз болады кейде. Кейбір балалар уже кеше жүректері айнып құсып жатыр. Сондықтан егер Ирландия бойынша жол серуенге шықсаңыздар, соны еске алыңыздар, балаларыңызды дайындап, пакет алып специальный суға. Кәдімгі дайындалып шығу керек, Ал жалпы дәрі-дәрмек алып шығу керек, Неге табиғатқа байланысты? Бір жағынан жақсы, өйткені бала табиғатқа баулайды, жүруге баулайды, ешқандай ауа райына қарамауды үйретеді. Ал жаз кезінде негізі Донегал жақтарда бар аквапарктер, сондай нәрселер бар. И еще көп активитестер, жалпы активностардың барлығы сол табиғи нелермен байланысты. Мысалы, суға шығу қайықпен, неше түрлі балықтарды, киттарды көру, барлығы тек сондай табиғатты көрумен байланысты. Андай бір зданияның ішінде тек қана entertainment какой-то, развлечение, ондай аса қатты көп емес. Бар, бірақ мысалы не болған рептилиялардың зоопаркі, неше түрлі сондай нәрселер табуға болады негізі үлкен қалаларда, бірақ оны іздеп келу керек. Зоопарктың өздері ашық аспанның астында. Ғимараттардың жабық емес. Поэтому сондықтан мына жерде ауа таза. Нағыз табиғи. Табиғатты тамашалайсың. Туризм. Офистік жұмыстан кейін басыңды сергітесің. Сол үшін жақсы, пайдалы. Еще мен бір түсінгенім, жаңбырдан, қанша Ирландияның жаңбырынан жалпы Англия секілді климаты бар жерден қорыққанмен, бізден үйрен қалғанмыз ғой, бір қалыпты температураға, климатқа.
мысалы күн ертеңгі күн болады десе біз бүкіл күніміз күн болып өтеді деп ойлаймыз. Ал бұнда мың құбылады, табиғат ауа райы мың құбылады. Сондықтан да ол да бір андай мне кажется, адаптация какой-то. Көңіл күйінді ауа райына байламауға кішкене үйренесің. Иә, жаңбыр болса да, бұршақ жауып тұрса да жүре бересің, өзіңдің планыңды бұзбайсың, саяхат деп пландадың ба, сол бойынша жүре бересің. Сендер мысалы бірінші рет, Ирландия бойынша саған қалай өзің? Басында шынайы. Енді бүгін осы демалыстарда вообще шторм, Дейв шторм болады деді. Шторм болғанда мына жерде қатты жаңбырлар болады, сел болады. Кішкене қорықтық, соңына дейін ойландық, мүмкін пландарымызды өзгертіп бармаймыз ба деп ойладық. Содан кейін бірақ уже бір күн қалды, одан кейін бәрін жоспарлап қойғаннан кейін, тем более біз жалғыз емес, біз бірнеше отбасы бізбен жүр. Сөйтіп бәріміз бірге жүргенде көңілді болады деп пландарымызды бұзбай келдік. Және кеше күн күшті болды, күн шығып, ауа райы мың құбылды, бірақ күнді жақсы көп нәрсе үлгердік. Кешке өзіміз отырып шай іштік. Кеше видеодан көрген шығарсыздар. Ұзақ күн болған секілді, өйткені мүмкін 6-да басталғаннан кейін күн осындай ұзақ, андай бітпейтін болып. Содан кейін бәрі видеоларды саламыз ғой. Көре жатарсыздар. Бір күннің ішінде бірнеше жерге бардық, бірнеше жерді көрдік. Сөйлестік, демалдық, тамақ іштік. Сондықтан күн ұзақ болып көрінді бізге. Енді бүгінгі күнде сондай болады деген үміттеміз. Ауа райына байланысты енді пландарымыз өзгеріп, бірақ максимально ойлаған жерлерімізге барып шығамыз деген үміттеміз. Сондықтан біздің екінші күнді қараңыздар. Егер комментарийлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астына қалдырып кетіңіздер. Соңына дейін көреміз. Cheese. Алло, Сет, мы не передумали ехать? Это погода так себе, я не знаю, какая там видимость будет. Я, короче, пока припарковался, здесь хорошее место обдумать, ехать, не ехать. Сонымен біз өзіміздің маршрутымызды өзгертпей, ең бірінші баратын жеріміз Даунпатрик Хед, Бейли Касл Каунти Мэйо деген жерге бара жатырмыз. Ауа райы әлі де жаңбыр жауып тұр. Басылған жоқ. Енді қазір көреміз, бұл жер теңіздің жағасында. Қазір бұл тұман болмаса жақсы көрініс болады деген ойдамыз. Қазір көрсетеміз, егер жақсы болып жатса. Солай. Вот этот Ади бар ғой, очень интересно, тамақ беретін бар ма? Мне кажется, там красиво. Көрініп тұр ма? Вообще непонятно. Көрініп тұр. Короче, сейчас будет челлендж, я надеюсь, меня слышно там. Қандай челлендж? Ана жаққа жету деген челлендж. Біз, короче, неге келдік, иә? Даунпатрик Хиллға келдік. Иә. Жаңбыр жауып тұр. Самый настоящий ирландский теңіз. Прям кәдімгі толқындар, бірталай кәдімгі серфинг десе серфинг екен. Иә, қазір біз балаларды машинада қалдырып өзіміз барамыз. Хиллға шығып көреміз. Иә, қазір жерден суретін көрсетеміз бірінші. Сөзде күшті смотровой. Идеальный погодада негізі қалай болып тұр. Негізі мощно смотрится, да, по идее, вот это что? Иә, күшті әдемі. Но қанша жету керек, кішкене белгісіз болып тұр, қанша уақыт. Бірақ тұман жоғы жақсы болып тұр. Иә. Мэйо деп аталады бұл жер.
Каунти Мэй, да? Каунти. Мы приехали, надо было сходить. Да, Да, всё, мы кеттік. всегда так говорим. Да. Кеттік. А, ты этот паркинг сними? Вот ана жерде тағы машиналар, Мантик что делает? ана жерде тағы машиналар бар. Сондықтан біз жалғыз емеспіз. Мантик как? Мультик смотрит или что делает? Мансик машинада. Ал біз кеттік. Бисмилля. Ана жақтағы Хиллға шығамыз. Таун Патрик Хилл. И мне о, да? Осылай Қазір мне. осындай көрініс болу керек. Біз ана жаққа көтеріп барғасын. Көреміз. И мына жерде тағы осындай бір отельдер бар екен, Сдаются ар жағында, да? Бір жақта. Күшті көрініс бар екен. Келесі жолы көру керек. Күшті. Мына тастар маған ұнайды особенно. Қазір күн болса, бұдан вообще Вообще, күн болса, это вообще отдельная история ғой. Көгілдір Всегда. көрініп күшті болады. Всегда так. Бірақ Мне кажется, Ирландияда негізі специально осындай ауа райы, чтобы слишком жизнь раем не казалась бы, ғой? күн- Потому что слишком әдемі. Көз А сетін то кетеді. все Көз сетін едут, кетеді. да? Иә. Шын иногда мне так кажется. Ирландияда жер қалмай қалды сосын. Әдемі негізі. Үйлердің бағасы одан да асып. Ана жерде көрдің бе, жаңа біз келе жатқанда қандай күшті үйлер. Иә, Мына прям жанында тұр. Иә, Такие екі жағында, иә? үлкен. Иә, үлкен. От души салған. Мен сұрақ қоямын, осы жердегі үйлердің бағасы төмен шығар деп ойлаймын. Төменірек Дублинға қарағанда. Дублиннен қарағанда. Екі есе төмен шығар. Бірақ елдер әйтеуір тұрып жатады бір ғой. Мен таңғаламын. Алыста бір жақта. Не істейді? Нравится? Осылай киініп аласыздар да? Плащевка киіп аласыздар. Иә, негізі еще біз дұрыс киінбегенбіз. Сует киіп алу керек, по идее. Керек ете. Біздің аяғымызда жай кроссовка. Сөйтіп, киінесіздер де жаңбырға қарамай баса бересіздер. Зато это, мен айтамын, Баха мен Бакиға этот сразу бірінші не болды? Посвящение. Бәріне шығып сразу. Посвящение было. В следующий раз зато буду знать, что ожидать. Это точно Сент-Патрик? Может, басқа бір? Хотя, возможно, потому что жолда Сент-Патрикс колледж көрдім. Есть в Ирландии День Святого Патрика. Я. Это тот Патрик или другой Патрик? Кто знает. Мне кажется, как будто тот, как будто похож. Вон написано что-то. Кто читает на латинице? Ага. Қолға дейді қалай? Таун Патриас, 2003 год. Мәссаған. Dangerous климат саған. Хорошо, ескілейін ба? Иә. Баха, бармай-ақ оқырсын. Не деген әдемі. Мәссаған. О май гад. Вау, мына жер енді шынымен қорқынышты екен. Құласаң бітті өлдің ғой. Bir жағынан қорқынышты, бір жағынан әдемі екен. Мына жердің өзі не сияқты, сырғанақ сияқты. Сондықтан байқамаса құлап кетуге болады екен. Мен құладым уже бір. Бақыттың жақындамай ақ, ана шөп тайғанақ. Жан, давай вот так сделаем. Как? Вот этот жаңа есть. Классно. Жан, Күшті екен. бәрі классный, все. Давай сделаем этот. И все. Нет, төрт қазақ бар. классно. Күшті болды, иә? Эмоция күшті екені. Хотя бы можно рассказать, что мы во время шторма Дэйва были на краю Каунти Мэйо. На краю. Еще қараңдар, біз ғана ондай адам емеспіз, кішкене қуатын. Қараңдар, қаншама адам әлі келе жатыр. Адамдар қараңдар. Бірақ олар күшті кино атты. Ештеңеге қарамай. Жаңбырдан қорғайтын.
біздің қалған қазақтар келіп жатыр. Мадина мен Медет. Иә. Так, Даун Патрик Хилл, көрдік, галочка. Едем дальше. А? Едем дальше. Едем дальше. Знаете, на кого похоже? Кого? На Вы похожи пингвина. на ведущих National Geographic. Который в Арктике ходишь, там белых медведей ищешь. Да, в воде все. Или пингвинов там. Ну, я говорю, пингвин yapsak. Я думала, мы на пингвинов похожи. Деген су var. Осторожно, осторожно. Балалар бармаған жақсы болды. Да, балалар болсын. Здесь точно делать место. Осыны бар ғой, бастар істеген ғой, осылай, да? Обожаю. Осындай погодаға арналған осындай істеген күшті көрінген ғой. Осы ұнайды менің. Жаңбырды күтіп тұруға ма? Студент істеді. Кішкене жаңбырдан демалып болады. Шеставы, Айман Қара. Азалия. Почему именно такие, да? Другие немножко. Әлі де келіп жатыр адамдар. Смотровой бар екен. Қоршалған, қорғалған. Әйтпесе мына жерге құлап кетуге құлап кету мүмкіндігі бар екен. Ал қараңыздар. Мә, күшті. Күшті. Сонда ана жақтан бағанағы біз болған жақтан мына жерге дейін тесік тесіп келген ғой, иә? и су келіп жатыр. Мына табиғи өзі істелінген нәрсе секілді. Қолмен істелмеген шығар. Иә, иә. Енді соны Сұмдықта. қоршап қойыпты, әйтпесе мына жердегі шөптерге басып кетсек, қайтып кетуі мүмкін екен. Жаңа жерге әйтеуір жығылып. Иә, мен құладым ана жерде бір жерден. Адамдар әлі келіп жатыр. Адамдар тағы келіп жатыр. Келіп жатқан жоқ. Ешкім ауа райына қарамайды. Ауа райы бәрібір жаңбыр ма, жел ма, бәрібір. Жел кішкене күшейе бастады. Біз ана погоданы айтатын адамдар секілді қалай айтамыз? Прогноз жасап жүрміз. Сәлем! Кімге? Дэйвке сәлем дейсің бай? Ураган Дэйв. Ураган Дэйв. Қарсы алдық біз сені күшті болып. Рахмет.